Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет қолжетімді ингредиенттерден тұратын осы жыл хит болған восточный пирогын жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен сармай мен ұнды крошка жасап аламыз. Міне крошкамыз дайын. Енді бір кесеге қант пен жұмыртқаны араластырып, крошкаға қосып қамыр илеп аламыз. Достар, мен бір ай ішінде 1000 оқырман жинаймын деп алдыма мақсат қойып едім. Сол мақсатыма жетуге көмектесіп, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз маған үлкен мотивация береді. Қолдап жатқан жандарға алдын ала рахмет. Міне қамырымыз дайын. 20 минут холодильникке салып қоямыз. Енді қамырымызды 24 диаметрлік формаға жайып шығамыз. Міне жайып алдық. Енді жартылай 5-10 минут пешкеге пісіріп аламыз. Міне осылай пісіріп алып, грек жаңғағы мен мейізді салып, үстіне сгущенка құйып, 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Мендегі сгущенка өте қою, сапасы жақсы сгущенка қоссаңыздар, пирогымыз өте керемет шығады. Міне дайын. Енді пешке салып 180 градуста пісіріп аламыз. Міне пирогымыз дайын, өте керемет шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.